адам осы өмірде шынайы бақытты сезіну үшін ми деңгейінен жүрек деңгейіне түсу керек. Ол дегеніміз мына жүрек қалауымызды өз-өзімізге бере білу, әкеле білу. Жүрек қалауы деген не? Жүрек қалауы деген жанның қалауы. Ал неге онда жанның қалауы деп айтпаймыз? Жалпы жүрек деген не? Жүрек деген жанның сенсоры. Немесе басқаша айтқанда дауысы. Немесе тағы да басқаша айтқанда сол жанның дыбысы. Яғни жан бізбен жүрек арқылы, жүректегі сезімдер арқылы сөйлеседі, сырласады. Мына кейде қорқып тұрғанда ойлаймыз, я? Неге осы менің жүрегім соғып тұр деп. Яғни адам қорыққан сайын, уайымға кірген сайын жүрегі қаттырақ соға бастайды. Және сол соққан жүректі біз тоқтату үшін валидол ішеміз, немесе бір 100 граммды ұрттап жібереміз. Сонда егер де сол жүрек жанның дауысы, дыбысы болса, жанба қорқып тұрған жоқ. Біз сол қорқынышқа, уайымға кіріп кетіп жатқанда жанымыз соғып тұр мына жақтан. Ей, сорлы, маған бер рульді. Сен бұны шеше алмайсың, сен миыңа кіріп кетіп, осы жағдайларды керісінше ушықтандырып жатсың деп бізге белгі беріп тұр, соғып тұр. Ей, йо-майо, маған бер шеше рульді деп. Ал біз ол жанды тыңдамаймыз. Бағана айтқанымдай валидол немесе 100 граммды ұрттап жібереміз. Сол себептен мына мидан жүрекке түсу керек. Бұның да әрине өзінің тәсілдері бар, себебі біз жылдар бойы көптеген ми деңгейінде ғана өмір сүріп үйреніп қалғаннан кейін жүректі тыңдау және жүректің қалауын беру оңай емес. Және де кейде шатыстырамыз. Жүректің қалауы осы ма, немесе бұл деген мидың қалауы ма деп. Бұны көбірек немесе тереңірек білгің келсе, маған консультацияға жазылуға болады, немесе менің басқа да тегін осы парақшаларында ақпараттар бар. Және де ең бастысы ақпарат емес, бірінші тұратын осы мен арқылы баратын энергиялар. Содан кейін ақпарат, содан кейін кейбір жаттығулар.